Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Так. Қалай селді саға? Достар, даусым естіліп тұр ма? Қайырлы кеш, жағдайларыңыз қалай? Кеш жарық. Әдеттегідей 2 аккаунттан да шығып отырмын. Кешегідей, толығырақ айтқанда. Кеше эфирдан кейін көп сұрақтар болды жалпы. Жаңағы қалай шығамыз, жаңа блогерларға қалай текст жазуға болады деген сияқты. Енді біз өзім практикадан өткізіп көрген, және де өзім жазып көрген варианттар болған. Болды, соларды мен кішігірім ережесін айтам, ұсынам. Бүгінгі жалпы сабақ сондай болады. Қайырлы кеш, енді қосылып жатқан кісілер болса, жағдайларыңыз қалай? Кім немен айналысып жатыр жалпы? Маған қызық, осы аудиторияда отырған кісілер немен айналысады екен деген сияқты өздеріңіздің кәсіптеріңіз жайлы жазып кетсеңіздер, және де қай қаладансыздар, соны айтсаңыздар. Мен неге кәсіп туралы сұраймын, себебі мен әрбір сабақта мысал келтірген кезде кейбір кәсіптерде бір саламен то есть 2 саланың бірдей сәйкестігі келіп қалады. То есть бұрын менде жаңағыдай кейстарда болған, немесе бір сол кәсіпке байланысты бір жағдайлар болатын болса, мен соларды мысал ретінде айтып кетемін. Сондықтан сіздердің кәсіптеріңіз маған болғанда осында тағы да көбірек қажет болады. Марафон ұйымдастырып жатырмын. Нақты қандай марафон? Дамытуға байланысты ма әлде? Салам, Нукстан дейді. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жиһаз жасау. Супер. Бүгін мен жеке аккаунтымда Утзелбекте қалай VIP классқа шығамыз деген пост шығады. Онлайн копирайтингта бұрын оқығандар болса көретін шығар. Егер көрмеген болсаңыздар, сол жерде бүгін 21:00-де мен постым шығатын болады. Сол туралы жиһазға байланысты айтып жатырмын. Егер кімде жаңағыдай VIP классқа шығуда проблема бар, кім VIP класспен жұмыс жасай алмай жүр, сол кісілерге арналған пост негізі. Дамыту жеке бренд атты тегі марафон дейді. Супер. Жеке бренд, так, ана бақытты дейді. То есть ана мен бала, я. Керемет, негізі мен қуанам, бір жағынан көп бізде осындай түрлі марафондардың шығып жатқанына. Бізде адамдар уже оянып жатыр да, жан жақты, қай жақтан қарасаң марафон, қай жақтан қарасаң уже түрлі тренингтер бар. Бір жақ енді алдынан кейде курстар шығады түрлі. Маған шынымды айтсам олар қуантады. Шынымды айтайын, осыдан 2 жыл бұрын ондайлар почти жоқтығын. Біз Инстаграмда бір көрген рекламаларды үнемі көре беретінбіз. Оның өзінде жаңағыдай ақша төлеуге, рекламаға ақшасы бар адамдар сондай көбірек ұйымдастыруда. То есть бір жағын айтқан кезде, қалай айтсам болады, рекламаны жалпы майын ішкен адамдар деп ойлайтынмын сол уақытта. Ал қазір бізде осындай өздеріңіз сияқты көптеген адамдар рекламасын жасап, марафондар ұйымдастырып, дамыту жағынан қолға алып жатыр. Мен ол үшін қатты қуаныштымын. Оқу орталығы, VIP класс деген не? VIP класс, ол сіздің қалай айтсам екен, бізде эконом, стандарт, VIP осындай 3 топқа бөлінеді ғой. Соның ішінде сіздің тауарыңызға қымбат төлеуге дайын адамдар. Қымбат, иә? Жалпылама тілде қымбат. Мысалға жиһазын, мен үнемі былай айтам ғой, барлығына түсінікті болушы. Мысалға бір кухняның жиһазын өзін толық жиһазы 250 мыңға жасатуға болады. Ал 1 квадрат метрі 250 мың теңгеден басталатын кухняны жасатуға болады. Сол сияқты ақшасы бар, қазақша айтқанда, осындай аудитория айтамыз. Сондай. Кім араларыңызда кім VIP класспен жұмыс жасайды қазір? Негізі мен сіздерге айтайын ба, бір құпияны айтайын. Жалпы осындай төлем төлеуге қабілеті аз адамдарға қарағанда, я эконом класстарға қарағанда VIP класстармен жұмыс жасау өте оңай негізі.
сіз егер сол саланың профессионалы болсаңыз, вип-класстармен жұмыс жасау өте оңай. Менің таныстарым да бар вип-класспен жұмыс жасап жүрген. Ол кісілер айтады, ол кісілер сенімен саудаласпайды, ол кісілер саған мынаны түсірші, бағасы былай болу керек еді, немесе келген кезде тексеріп алу деген прям ондай қатты несі жоқ. Главный ол кісілерге сен договорыңды көрсетесің дейді, егер қажет етсе дейді. Содан кейін өзіңнің профессионализміңді көрсетесің. Мен былай жасап берем, былай алдым, былай әкеп берем деген сияқты. Сол нәрселерді айтсаң болды, ол кісілерде артық әңгіме жоқ дейді. Ал бізде наоборот былай ойлайды адамдарда ақша жоқ деп. Ақша жоқ, оның бағасын түсіру керек, оның бағасын арзандату керек деген сияқты. Бірақ ондай пікірде болмаңыздар. Неге десеңіздер, біз өзімізде көп адамдар өзінде ақша жоқ болғаннан кейін басқаларды да сөйтіп ойлайды да, бірақ шын мәнінде ондай емес. Сондықтан егер айтамын сіздерге, егер мүмкіндік болып тұратын болса, кез келген салада вип-классқа өтіп кету керек. Ал курстар болатын болса, мысалы мен өзім курстарымды өтіп тастағанмын ғой, 20 мың теңгеден басталады, 30 мың, 40 мың, 50 мың деген сияқты, осылай кете береді. Дәл сол сияқты өзіңіздің курстарыңыз болса, оны да курстардың түрлі нұсқасын жасап тастауға болады. Әрине енді вип-класстың артықшылығы болады. Так, жарығын көтере салайыншы. Қайырлы кеш. Ал енді келесі сұрақ, араларыңызда подписчигі көп дегенде қалай 200 мыңнан 300 мыңнан асатын аудиториямен жұмыс жасап, то есть сондай адаммен жұмыс жасап, рекламасын жасатқан адамдар бар ма? Жақсы, менде рахмет. Қайырлы кеш, енді қосылған кісілер болса. Бізде ондай жоқ сияқты, иә. Бір ғана кісі бар екен. Жақсы, онда мен жалпы мынандай нәрсе, достар, если қалай айтсам екен, ол формат қажет десеңіздер, мен сіздерге кейініректе беріп жатамын оны, рекламаның шаблонын. Бірақ қазір мен сіздерге этаптармен бірге жаңағыдай қалай осындай адамдарға реклама жасатуға болады. Реклама жасаған кезде қазақша түрде, өзіміздің тілде былай бартер деп айтуға болады. Бартер. Себебі ол мынандай нәрседе, сіз бердіңіз бір затты, ол сізге реклама жасап берді. Негізі өздеріңіз білсеңіздер, әсіресе қазір тіпті 200 мың подписчигі бар адамдардың өздерінің нормальный бағасын қойып тастаған. Оларды тұрақты түрде, то есть сен реклама беру үшін оларға сен міндетті түрде ақша төлеу керексің. Ал енді сенде мысалы мүмкіндік жоқ ондай ақшаға, енді ол кезде біз не істейміз? Әрине ол кезде бар өнерімізді салып, жаңағы бартерге текст жазамыз. Яғни сіз өзіңіздің тауарыңызды бересіз тегін оған, ол сізге реклама жасап береді. Бұл жерде мынандай нәрсе да, енді қараңыздар, мүмкін сіздерде жиһаз болуы мүмкін, әрине ол қымбатқа түседі ғой. Әрине мен сіздерге ондай нәрсені барып неғып жасап тастаңыз деп айтпаймын. То есть тегін беріп тастаңыз, тегін ұсынып тастаңыз деп айтпаймын, егер өзіңізге аса қатты шығын келтірмейтін жағдай болса. Бірақ бұл жерде мынандай нәрседе, аудиторияны егер сіздер дұрыс таңдайтын болсаңыздар, онда сіздерге ол міндетті түрде өзінің жаңағыдай жемісін береді. Ал бартер жасатқан кездегі ең үлкен жетістік ол сіздерге, әрине ол бірінші клиент алып келу, сол моментте клиент әкелу өз алдына, одан кейін негізі сізге подписка жасату. Оның подписчиктері сіздерге тіркелсе, демек кез келген адам тіркелмейді, дұрыс қой. Егер сіздің аккаунтыңыз кірген кезде әдемі, визуалды түрде күшті болатын болса, сізге ол тіркеліп алса болды, ол сіздің әйтеуір бір клиентіңіз болады. Сондықтан главный аудитория таңдаған кезде
оны дұрыс таңдау керек болды. Ары қарай сізге адамдары сізге подписаны болса, бұл осының бәрі клиентіңіз болады. Енді біз текстті қалай жазамыз? Жалпы мынандай нәрседе мен мынандай нәрсе айтамын. Негізі қарапайым тілде төрт этап бар. төрт этап бар. Соны қазір біртіндеп айта кетейін, өздеріңізге қажет болса пайдаланасыздар. Негізі ең бірінші бұны айтпас бұрын адамдарда білесіздер ғой, эндорфин, серотонин, дофамин, адреналин деген сияқты осындай гормондар бар. Олардың барлығы адамда қолданылады. Әсіресе мен айтайын сіздерге, копирайтер ретінде, маркетолог ретінде адамды ең бірінші жаңағыдай реклама жазған кезде бізде екі түрлі гормон қолданады. Екі түрлі. Ол біріншісі кортизол, екінші серотонин рекламада. Негізі дофамин деген ол жаңағыдай адамды жақсы болады деп поддержка беріп, ойын солай жасату. Бірақ реклама жазған кезде біз осы екі гормонды қолданамыз. Мен негізі өз басым осы екеуін қолданамын. Қалай дейсіздер ғой? Кортизол дегеніміз ол адамды қорқыту, үрей гормоны, қорқыту. Ол мынандай нәрсе. Мысалға бұрын біз айына 300 мың теңге табасын, 400 мың теңге табасын, 500 мың теңге табасын, қалай 2 аптада мынандай табыс табуға болады деп сондай рекламалардың форматын түрлі жіберіп шығара беретін біз. Қазір адамдарға ол көбірек өтпейді. Уже адамның көзі ол нәрсеге үйреніп қалды. Мысалға мен қызығып жүрмін. Мен осындай кәсіп бастауға қызығып жүрмін. Менің алдымнан неше түрлі сондай рекламалар шыға береді. Жақсы өмір сүргің келе ма, қаржылық қыспақтан шыққың келе ма, айына мынанша теңге табыс таба аласың, бірінші аптадан табыс табасың. Осындай рекламалар шыға береді. Дұрыс, әрине ол жақсы, бірақ ол уже біздің көз алдымызға үйреніп қалды. Мысалға, сіз бір қалаға бардыңыз, бір бұрыннан тұрған жеріңізге барсаңыз көп өзгеріс болған, бірақ 2-3 күн жүргеннен кейін ол өзгеріске сіз үйреніп кетесіз ғой. Дәл сол сияқты. Енді қазір 2019-да, әсіресе, то есть 2019-2020 жылдары екінші бізде серотонин деген, то есть кортизол қазір көбірек қолданды. Ол бұрын серотонин. Енді қараңыздар, ол қалай? Бірінші серотонин гормоны ол адамдарды мақтау, адамның жаңа авторитетін көтеру деген сияқты, адам сол нәрсеге риза болып қалу. Яғни сіздердің қайсыңызды болсын, мысалға егер шынайы мақтайтын болса, сіз риза боласыз ғой. Ал рекламада осы серотонин гормоны негізі рөл ойнайды, адамды мақтау керек. Негізі бізде осы бартер мен текст жазған кезде осы көбірек қолданылады. Екінші бізде гормон рекламада қолданатын ол кортизол гормоны, бірақ кортизолды мен көбірек қолданбаймын бартерда. Неге? Себебі бізге оларға ол қажет емес, өйткені ол толық өз-өзін қамтамасыз еткен адам. Ал біз кортизол гормоны қандай жағда көбірек қолданамыз? Мысалға, ол қорқыту, үрей гормоны. Мысалға, адамдар мысалға қалай айтамыз? Сіз ағылшын тілінің мұғалімісіз, сіздің ол кісінің баласы, біреудің, енді сіздің аудиторияңыз ғой, баласы ағылшын тіліне мүлде білмейді, сөйлей алмайды, оқи алмайды, мектепте бағасы енді қазір қалай бағаланатынын білмеймін. Енді мен өзімнің түсінігімде, мысалы, үштік бағаны алып жүрсе, енді оған адамға, сол ата-анаға сол баласы үштік бағамен ары қарай оқи берсе не болады? Яғни қорқыту керек. Балаң сенің жаңағы көптің бірі болып қалады, жетістікке жете алмайды, университетте оқи алмайды, грантта оқи алмайды деген сияқты, мен мысал ретінде айтып жатырмын. Енді осы сияқты форматтағы рекламаларды қолдану керек. Бұл кортизол. Дәл сіздерге айтам, өздеріңіздің аудиторияларыңызға сіздер реклама жазған кезде осы екі рекламаны қолданыңыздар. То есть осы екі гормонды, әсіресе соның ішінде кортизол. Жақсы ма? Кортизол ол адамды қорқытады біріншіден, екіншіден іс-әрекетке шақырады. Мен мысалға реклама жазған кезде көп жағдайда проблемасын шешу арқылы жасалатын копирайтингтің түрімен жазамын. Сіздер оны білесіздер ғой, өздеріңіз толық адамның проблемасын жазып, оған жауабын бірден жазып кететін копирайтингтің түрі. Соның өзінде мен адамдарға кортизол туғызамын. Яғни ол кісі мысалы копирайтингті қазір меңгермесе не істейді? Мысалға, енді мен ол ойдан шығарған нәрсе емес, ол шынайы. Мысалға, копирайтингті меңгермесе, оның кәсібі по-любому тоқтап қалады. Ол инстаграмын дамыта алмайды, ол сайтын жасай алмайды, ол клиентін әкеле алмайды, реклама ақшасының бәрі далаға кетеді. Яғни оған кортизол осы. Сіздер де өздеріңіздің жарнамаларыңызда осыны қолданасыздар. Яғни сіздің аудиторияңызда не қорқытады?
Жақсы ма? Осы екі форматты көбірек қолданыңыздар. Сіздерге түсінікті ма? Түсінікті болса кері байланыс беріңіздер. Одан кейін мен нақты жаңағы айтқан 4 қадамды атап өтем. Енді главный жарнама жазу үшін осыны психологиядан меңгеру керек. Так. Егер кәсіпке байланысты сұрақтарыңыз болса, соңына қарай қоясыздар, я? Супер. Жақсы. Мен сіздердің осы алған білімдеріңіздің барлықтарыңыздың қолданғандарыңызды қалаймын. Егер ерінбесеңіздер, бәрін жасауға болады. Әрине, маған бұның бәрін үйрену үшін уақыт кетті, жарнамаларды тексеру үшін ақша кетті деген сияқты ғой. Сымбат, сұрақты соңына қоя қойыңыз, я? Марафон бағдарламасын құруды. Жалпы, сатылым әкелетін вебинар, марафонның жаңағыдай графиктары деген сияқты. Мен енді егер өзімнің форматында айт десеңіз, мен өзім қалай жасаймын, ол туралы соңына осы сұрақты қайттан қойыңыз, жақсы ма? Әсем, мен қайттан сізге айтып кетейін. 3 күндік тегін курс бізде күн сайын басталып жатыр. 3 күндік тегін курсты айтпақшы, мен осы жерде ұмытып бара жатыр екен, есіме салғаныңызға рахмет. Достар, біз 3 күндік курсты 2 топқа бөлдік. Маркетологтар және кәсіпкерлер деп 2 топқа бөлдік. Неге? Себебі кәсіпкерлер үшін менің тегін сабақтарымды көбірек басқа форматта жасау керек болды. Яғни оларға басқа түрлі сабақтар керек. Ал маркетологтарға оларға басқаша. Яғни соңғы сабақ маркетологтарда қалай копирайтинг болып қанша табуға болады деген сияқты сұрақ қой. То есть сол сұрақтың жауабы. Сондықтан достар, егер эфирді біткеннен кейін 3 күндік тегін сабаққа қатысам десеңіздер, маған сілтемеге еш нәрсе қажет емес, дайректқа жазыңыздар, жақсы ма? Бізде қазір шынын айтайыншы, номерлардың барлығы бізде қазір жаңағыдай курстар болып жатыр, біз үлгермей жатырмыз. Сондықтан бізге көбірек тиімді дайректқа жазыңыздар. Мен маркетологпын, тегін сабаққа қатысам, мен кәсіпкермін, тегін сабаққа қатысам деп осылай жазып кетсеңіздер, сіздерді біз қосатын боламыз міндетті түрде, жақсы ма? Бізде қазір демо курсын басталғанына негізі 4 күн болды. 4 күн болды. Бір топта 20 адам болады. Ол жерде сіздер рекламаларыңызды жасап, жеке тексертіп аласыздар. Бізде тегін заттың өзіне негізі біз модератор қойдық. Негізі ешқандай курста ондай нәрсе жоқ. Сондықтан сіздерге үлкен мүмкіндік, яғни сіздер сабақты көргеннен кейін жұмыстарыңызды тексерту мақсатында модератормен жұмыс жасай аласыздар. Ол тегін сабақ. Достар, мен қайталап айтам, мен ең бірінші жаман көретін нәрсем ол тегін сабақтарды, то есть тегін нәрсені мен адамдар тегін нәрсе үйреткім келмейді, өздеріңіз де білесіздер. Бірақ оны мен не үшін беріп жатырмын? Ең алдымен сіздерде мен түсінік қалыптассын деймін. Мен кеше ғана осыны эфирде оны айттым. Ең алдымен түсінік қалыптасса сол жайлы. Және де сіздер қандай да біреуге ақша төлеген кезде немесе жазған кезде осындай бір қателеспесе екен деген сондай мақсатта мен тегін сабақтарды шығарамын. Сондықтан тегін сабақты көргісі келетін кісілер жаңағы мен айтқан форматта біткеннен кейін жекеге дайректқа жазыңыздар. Келістік па? Енді мен жаңағы сабақты жалғастырайын. Жаңадан кірген кісілер болатын болса, эфир сақталады. Эфирді соңынан қайталап көре аласыздар. Енді қараңыздар. Енді бартер жаңа айттым ғой, қадамдар болады деп. Ең бірінші сізде мақсат болу керек. Сіздің мақсатыңыз не? Сіздің мақсатыңыз әрине бәріне түсінікті ғой, бірақ мынандай нәрсе емес та. Кейбір адамдарда реально подписчик болса болды ма, подписчик келсе болды деген ой болады. Кейбір адамдарда менен сатып алса деген ой болады. То есть сондай оймен жазылады да, мысалға менен адам клиент келсе екен одан деген сияқты. Кейбіреуінде жаңа подписчик сияқты. Енді достар, мен неге бағытты анықтау керек деп айтып тұрмын. Бізде адамдардың ең үлкен жіберетін қателіктері,
ноуттық жөнінде болайын. Ең үлкен жіберетін қателіктері бізде бағыт жоқ. Бізде тек қана жарнамаласақ болды, бізге жарнамалап берсе болды деген ой ғана бізде сол. Одан кейін адамдар тұрады да, акция болады, бізде скидка болады деп тупо жаңағы блогеріміздің өзі, жалпы айтқан кезде бартер жасатқан адамның өзі жай ғана банальный сол нәрсені айта береді. Енді мен сіздерге соңында айтам, қалай ол жарнамалау керек, жақсы ма? Ол соңына қарай, өйткені ол соңында болады. Енді сіз бірінші мақсатты анықтап аласыз. Менің мақсатым не? Бұл кісіге жарнама жасатқандағы. Келістік қой. Енді бізде екінші қадам, ол кісіні сіз көптен бері көріп жүргендігіңізді айту керексіз. Бірінші пост басталды, сіз сәлемдестіңіз, жағдайын сұрадыңыз. Енді сіз оған айтасыз, мен сізді көптен бері бақылап жүрмін. Бұл жерде біз осы жаңа мен айттым ғой, біз серотонин деген гормонды қолданамыз. Сізде мен көптен бері бақылап жүрмін. Сіздің инстаграмыңыз маған ұнайды. Сізде мынандай пайдалы ақпараттар көп екен. Сіздің аудиторияңыз, подписчик живой екен деген сияқты. Әрине, енді достар, мен сіздерге артық өтірік мақтаңыздар демеймін. Егер шынымен сол кісі қандай да бір сол аккаунттан бір жақсы нәрсе табу керексіз ғой. Сол аккаунттан бір жақсы жағын тауып алыңыз да, соны ана кісіге айтыңыз. Кез келген адамды қайталап айтам, осы мақтау арқылы көндіріп алуға болады. Бірінші ереже, жақсы ма? Бірінші ереже, аккаунтты көптен бері көріп жүрсіз. Бірінші, екінші, ол кісіні сіз неге таңдағаныңызды. Келсіз ғой. Неге таңда? Бұл жерде жаңағыдай мақсат мынандай нәрсе да. Ол кісі уже сізге сіз оны мақтаған кезде бастап ол сізге уже беріліп қою керек. Психологически ол сізге беріліп қойды. Бізде көп адамдар маған реклама жасап бересіз ба, рекламаның құны қанша болады деп бірден адамдар солай жазып кетеді. Негізі ол дұрыс емес. Барынша, мен айттым ғой, сіз егер ол сізге до того қатты қажет аудитория болатын болса, егер ол сізге, онда барынша бірінші бартерға көндіріп көріңіз. Бірнеше рет тегін жазыңыз, жаза беріңіз, комментарийға жазыңыз деген сияқты. Мен кім дегенді білем, Құрт Алматы деген құрт сататын балдардың аккаунтын білем. Сіздер де білетін шығарсыздар. Ол кісілер Қайрат Құдайбергенге 100 рет жазған. Ол сонда 100-ші рет па, 101 нәрсесінші рет ол қабылдап, то есть оқып оны келіскен, яғни реклама жасап беруге. Одан кейін уже ол жігіттердің жұмысы прям жүре бастады. Мен айтқым келгені, сіздерге барынша қайтпау керек қой. Қайтпау керек, жаза беру керек, ол әйтеуір көнеді. Ол көндіруге тырысу керек. Бірақ енді мен өзімнің жазған рекламаларымның барлығында бірінші рет жазғанда көндірдім. Бірінші рет жазған кезде оның историяларын мен айтып беремін. Жақсы ғой, көптен бақылап жүргендігіңізді айтасыз. Енді келесі қадам, сіз өзіңіздің тауарыңызбен ол кісіні байланыстырасыз. Менің текстімде мынандай болды, мысалға, Елікбаевпен біз кездестік, бірақ Елікбаевпен біз реклама жасаған жоқпыз. Жаңағы көмекшісімен, өзімен де. Одан кейін Өркен Кенжебекпен де біз кездестік, келістік, алдағы ол кісімен жұмыс жасаймыз деп, бірақ пландар болды. Одан кейін жаңағы Юфреймдағы балдармен, Арман, Юсупов бар, Юфреймнің бүткіл балдарымен. Одан кейін енді ол алғашқы кезде шығып жүрген кездер ғой, Картоп ТВ-дің балдарының барлығы ол біздерден алған болатын. Одан кейін Тұрсынбектің командасы қалай еді? Әзіл әлем ма? Сол ғой деймін. Солардың командасында Ерболат ағамен біз бастап байланыстық. Ерболат аға реклама жасап бердік. Одан кейін ары қарай бәрі кете берді. Одан кейін Қазақстан барысына қатысқан балдар болды бізде. Олан, Бейбіт деген сияқты кісілер, олар да осы текстпен келісті негізі. Одан кейін көп басқа да адамдар болған, бірақ олар бізге өзі шығып, өзі жазған кісілер, бірақ менің айтып жатқаным біз ұсынған кісілер болды. Енді ол кісілерге біз қалай келістік? Мен жаңағы осы этаптарды жаздым. Келесі қадам бізде сіздің тауарыңызбен оны байланыстырып қою. Сіз бүйтіп айтасыз, мысалға, оны мақтадық, біз аккаунттың нешін тіркелгенімізді айттық, ендігі кезек біз ол кісіге айтамыз, мен сізді бақылауым бойынша, сіз тек қана, біз былай айттық, қымбат аяқ киімдерді киетіндігіңіз көрініп тұр, жаңағыдай качественный, то есть тек қана брендтерден киінетіндігіңізді байқадым деген сияқты, уже оған, ол екінші рет уже сіздерге берілді. Бұл жерде менің айтқым келгені не? Сіз өзіңіздің ол кісіні мақтау арқылы, ол кісінің вкусының мықты екенін айту арқылы, сіздің тауарыңыз ол кісіге лайықты екендігін жеткізіп тұрмыз. Көрдіңіздер ғой? Біз ойша солай оған жеткіздік. Одан кейін бізде келесі қадам, біз бірден айтамыз, мен осындай
саламен айналысамын осынша жылдан бері. Негізі біз басында айтамыз, біз жасым мынаншада мен мынандай саламен айналысамын деп біз басында айтып қоямыз инстаграмымызды белгілеп, бірақ одан кейін жаңа қадамдар кете береді. Енді келесі қадам біз өзіміздің саламызды айтамыз дедік қой, кәсібімізді айтамыз. Бұл уже біз жаңағы ол аяқ киімге оның лайық екендігін біз ойша жіберіп қойдық. Ендігі қадам сіз өзіңіздің аяқ киіміңіздің артықшылығын айтасыз. Аяқ киіміміздің артықшылығы. Енді бұл жерде мен аяқ киімге жазғаннан кейін аяқ киім артықшылығын айтып тұрмын ғой. Яғни бізде осынша клиенттер болды, осындай танымал адамдар бізден алды, качествосына не гарантия береміз, реклама жасап жаңағыдай. То есть осылай сізбен бартер жасасақ, сізге мен аяқ киімді таңдаған түріңізді апарып берейін, каталогты берем сізге, содан кейін сіз бір түрін таңдайсыз, сізге апарып береміз деп, осындай соңында біз call to action қолданамыз. Яғни біз ол кісіге уже аяқ киімді мақтағаннан кейін болды, ол кісі уже бізде берілді, яғни реклама жасауға келісті. Содан кейін барды біз call to action жасадық. Call to action іс-әрекетке шақыру, білмейтін адамдар болса. Осылай мен жаңағы аталған кісілерге осылай өзім жарнамамды жасатқам. Одан кейін кейбірімен жарнама жасатқан жоқ, бірақ ол кісі риза болып, сенімен кездесіп, мен сұхбаттасқым келеді деп, осылай біз сол кісілермен жаңағыдай түскі шайға барып, осындай уақыттар болған бізде. Және де бұда аяқ киімнен бөлек, кейін мен тренерствомда, сосын жекеде сұраған жаңағыдай киіммен айналысатын, жаңағыдай балалардың жаңа VIP класс деп жатырмыз ғой, VIP класстарға арналған балалардың киіммен сататын аккаунттар болды. Сол аккаунттардың рекламасын жасадық. Одан кейін жаңағыдай балалардың домигі болады ғой, аты қалай еді? Сол үйлерді сататын, кішкентай балалардың үйін сататын аккаунттармен жұмыс жасаған кезде ол кісілерге рекламасын жасап бердік. Ол кісілерге жаңағыдай баласы бар аудиторияларға осы заттарды апарып беру арқылы осындай бартер рекламасын қолдандық. Жалпы бұл не үшін? Егер соңында кейінірек қосып жатқан кісілер болса, қайталап айтып кетейін. Біріншіден, бұл сіздің ақшаңызды үнемдеу үшін. Ол кісілер әдетте көбісі келіспейді. Екінші, ол кісілер уже шаршап жалыққан көп адамдар некачественный заттарын апарып бере береді, ақшасына бере салады деген сияқты. Ал ол кісілерге, олар да адам ғой, егер сіздер шынымен оған ол затыңыздың қажет екендігін көрсететін болсаңыз, шынымен оның сондай баға лайық екенін көрсететін болсаңыз, оған подписчиктар риза екендігін көрсететін болсаңыз, онда ол сізге міндетті түрде келісетін болады. Бұл жерде айналып келгенде копирайтинг қой, айналып келгенде сол айналып келгенде ереже, сол артықшылық, сол call to action, сол преимущество, осындай нәрсені жасауға болады. Енді мен жаңа айтқан болатынмын, сіздер соңына барған кезде, то есть ол сізге уже реклама жасады. Енді біз рекламаны қандай форматта жасатамыз? Көп адамдардың жасаған кезде мақсат жоқ қой. Мақсат бұған апарып беру болды. Енді одан апарып бергеннен кейін конечный результат болу керек қой, ол реклама жасаған кейін не болады? Адамдар ол жерде, мен өзім шартты былай қойдым. Сіздер маған инстаграмды белгілеп керек емес. Сіздер өздеріңізді видеоға түсіресіздер. Аяқтарыңызға киіп тұрасыздар ма, ұстап тұрасыздар ма, сізге қалай ыңғайлы, осылай реклама жасайсыздар деп мен баста келісіп тастадым. Одан кейін мен былай айттым, маған дәл қазір біз Мейіржанмен келіскен кезде мен айттым, бізге қазір скидка керек емес, оны өзіңіз айтсаңыз айтыңыз, бірақ бізге қазір сіздің аудиторияңыздың бізге подписчик болғаны керек дедім. Яғни ол кісі айтты, достар, жазылыңыздар осы аккаунтқа, мен өзім 2 аяқ киім алып тұрмын, маған қатты ұнады, рахмет сіздерге деп, осылай өзінің видеосын түсіріп берді. Ал Юфреймен жасаған кезде ол кісілер не істеді, аяқ киімді киіп тұрды. Сосын біз ол Арманға бүйтіп айттық, сіз реклама жасаған кезде былай жасайсыз, осындай, егер Арманнан деп келетін болса, сізден 20% каталогтағы бағасынан минус 20% біз скидка жасап береміз оған деп солай айттық. Сосын Арман сразу айтты, достар, бұл 3 күнге ғана жарайтын акция екен, маған осындай ұсыныс берді, маған шынымен бұл кісілер ұнады, сондықтан мен осы кісілерге жарнама жасап тұрмын, маған ұнағаннан кейін, егер Арманнан деп баратын болсаңыз, сіздерге 20% скидка жасап береді деп осылай айтты. Менің айтқым келгені, сіздерде мақсат болу керек. Егер мақсат ол жай ғана оған апарып беру болатын болса, онда сіздер одан нәтиже күтпеңіздер. Ал егер сіздің мақсатыңыз жаңағы мен айтқандай либо подписчик көбейту, либо жаңағыдай клиент әкелу болса, жаңа өзім айтқандай бізде дәл солай болды. Кімнен Арман жазылыңыздар деген жоқ, одан шын айтайын, мен керемет подписчик келді деп айтпаймын.
бізге, бірақ реально клиенттер келді. Сол уақыттың өзінде бізге заявкалар түсті. Даже біздің жаңа CRM системада, базада оның бәрі әлі күнге дейін сақтаулы. Арманнан келген клиенттер біз тақырыптарын жазып қойғанбыз. То есть мен айтқым келген, одан кейін Мейіржаннан подписчик келді. Дәл солай. Сіздерде өздеріңізде мақсат болмаса, онда кейін ол кісілерге ренжімеңіздер. Себебі сіздің мақсатыңыз оған просто апарып беру болды. Жақсы ғой? Түсінікті ма, достар? Түсінікті болса, кейін сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Тағы кімде қандай сұрақтар бар? Осылай мақсат қойғанда ғана өзіміздің бартердағы мақсатымызға жетеміз. Мен айтатын едім, ол негізі көп жағдайда өзін әлде қашан өтеп тастайды. Ол өз, то есть сіз құйған ақшаны өтеп тастайды одан келген клиенттерден. Бізде онлайн копирайтингтің адамдары тып-тыныш отыр ғой. Түсінікті, иә? Өздеріңіздің салаларыңызды қолдансаңыздар болады. Мен копирайтинг оқығам дейді, керемет. Маркетологтарға қандай қағидаларды ұстанған жөн? Маркетологтарға қағида болғанда ең бірінші адамның өзіне қоятын нәрсесі, ол ең бірінші адамға мен айтатын қағида өзіне болу керек, нәтижеге жұмыс жасау керек. Мен сіздерге айтпаймын, бірінші кезде мен өзімде мысалға шын айтайын, мен айтайын сіздерге айтамын. Егер сіздерде мысалға жаңағыдай нәтижеге жұмыс жасап, мысалға сіз біреуден ақшасын алдыңыз, клиенттерді жаңағыдай рекламасын жасап бердіңіз. Енді бірінші уақытта сізде тәжірибе жоқ кезде нәтиже болмауы мүмкін. Кішкене сіз фокус қойып жасамаған кезде нәтиже болмауы мүмкін деген сияқты. Бірақ бірінші мақсат сізде ол кісінің мысалға кәсібін алғаннан кейін, ол кісінің жарнамасын алыңыз, немесе сайтын алыңыз, одан кейін ең бірінші оны нәтижеге жұмыс жасаймын деп өзіңізге сондай принцип болу керек адамда. Яғни, егер ода болмаса, мен оған ақшасын қайтарып беремін, немесе егер нәтиже болмаса, мүлде нәтиже болмаса, заявка түспесе, мен оны рекламасын ақшасын қайтарып беремін деген сияқты. Осындай адамда ең бірінші принцип осы болу керек. Фокус жоқ, иә дейді. Фокус жоқ болуы мүмкін, иә. Фокустан. Сосын мен айтайын, кез келген нәрседен адам егер фокус қойса, шынымен нәтижесі болады. Әсіресе мен өзім білемін да, мен өзім онлайн курстар оқыған кезде мен басымнан өтті. Қазір де өтіп жатыр. Мен кейде алданып кетемін, кейде сабақ оқып отырған кезде екі телефоным екі жағымда дың-дың SMS келеді. Мен өзім автоматты түрде қалай қарағанымды білмей қаламын да. Вот сондай, немесе мына жақта біреу сөйлейді, мына жақта біреу сөйлейді, сондай назарым ауып кетіп қалады сондай. Ал егер сіздерде жаңағыдай болатын болса, онлайнда сіздер фокус қоя алсаңыздар, барлық нәрсені жинап тастап, телефонды бәрін өшіріп, басқа жаққа апарып тастап, өзіңіз отырып жасасаңыз болды. Онда одан міндетті түрде нәтиже болады. Фокус деген осы. Бағаны қымбат дейді. Ал бағаны қымбат дейтін адамдар ол бағаны сата білу керек. Мен айтамын ғой, бағаны қалай сатамыз? Бағаны сатқанның өзінің ережесі бар да. Вот ережесі бар. Так. Мен жаңа проблемасын шешу арқылы жасалатын копирайтингта да, жаңағы возражениені жабатында, сұрақ қою арқылы жасалатын копирайтингта да барлық түрінде мен жаңағыдай бағаны дұрыс сатуды айтамын. Бағаны дұрыс сату. Екінші нәрсе ол клиент қой. Егер сіздерде мен айтамын, адамдар шынымен көп возражениені айта беретін болса, онда демек сізде бір артықшылық дұрыс емес. Енді сіз ойлаңызшы, егер логично ғой, сіз толық бір жарнаманы көрдіңіз да, сол жерде оқыған нәрсенің барлығын ана кісіге звондап соны сұрай беретін, сіз ақымақ емессіз ғой, дұрыс па? Ол и так жазылып тұр ана жерде. Сіздер өздеріңізді қойып көру керексіздер, жарнаманы оқығаннан кейін, то есть жарнаманы жазғаннан кейін, клиент сияқты өзіңіз сол жарнаманы оқу керексіз. Мен мынаны түсінем ба ана жарнаманы? Мен мына жарнамадан сатып алам ба? Мына жерде менің проблемам көрініп тұр ма деген сияқты. Неге мен бүйтіп айтам? Себебі сіздердің клиенттеріңіздің артықшылығын, клиенттеріңіздің сұранысын сіздерден артық ешкім білмейді. Даже біздегі ең бірінші қателік, біз өзіміздің аудиториямыздың болын білмейміз. Өзіміздің аудиториямыздың қалай проблемасын білмейміз, неде екендігін.
мен адамдардан сұраймын ғой, сіздің аудиторияңызда проблема не, оған нақты не керек десең, оған жаңағыдай бизиборд керек, оған не керек, бьюти бокс керек деп осылай айта салады да. Адамдарға ондай емес, сіздер дұрыс емес, сіздер өздеріңіздің аудиторияларыңыздың проблемасын білмесеңіздер, өздеріңіздің артықшылықтарыңыздың неде екенін білмесеңіздер, мен сіздерге айтамын, 1045 курстан өтсеңіз де оны сіз жасай алмайсыз. Жақсы ма? Сондықтан айтамын сіздерге ең алдымен мысалы қандай курстан өтсеңіздер де онда міндетті түрде жаңағы мен айтқан ережелерді сақтау керек. Мысалға бізде қазір демо курс жүріп жатыр дедім ғой. Бізде бір түннің ішінде 2133 теңгеге бізге 241 заявка түсті. 2133 теңгеге. Оның барлығы не? Просто копирайтингті алдым да, менің екі аудиторияға бөлдім. Копирайтер, жаңа маркетологтарды бір аудиторияға бөлдім, кәсіпкерлерді бір аудиторияға бөлдім. Енді менде кәсіпкерлердің бөліміне соны жазып алдым. Маркетологтардың проблемасы не? Осыны жазып алдым да, екі аккаунтқа бөлек таргетті жүйелей салдым. Болды. Көрдіңіздер, осында 2133 теңгеге таргетқа осынша заявка түсті. Менің айтқым келгені, сіздер егер аудиторияны білсеңіз, то есть аудиторияның проблемасын білсеңіздер, онда міндетті түрде сіздерде клиенттеріңіз жылы болып келеді. Жақсы ма? Так, таргетта офферда болады, копирайтингта болады. Бірақ мен таргетта проблемасын жазу арқылы жасалған копирайтинг таргетта өтеді. Жақсы ма? Осы өтеді. Так, копирайтинг курсына аламандықтар қатысуына бола ма, әлде оны айтылғандар ма? Негізі ақпараттар в основном 30-40% аламандағы ақпараттар, 60% жаңа ақпараттар болады. Так, фокусты айтып кеттік. Ұлпан ханым тыңдаған сайын түсініп кетемін. Жақсы. Сіз команда жинайсыз ба негізі копирайтерларды? Жеке аккаунт үйрететін сабағыңыз бар ма? Жеке аккаунтын түсінбедім. Негізі, мен қазір өзімнің курсымнан шыққан адамдарды бұрын тек қана модераторствоға қоятынмын. Қазір біз курста бітірген, осыған желаниясы бар адамдарды модераторствоға қойып жатырмын. Жаңа мен сіздерге айттым ғой, бізде демо курста өтеді деп. Демо курста өтіп жатқанда сіздерге көмектесетін адам, модераторлардың барлығы менің өзімнің курсымнан өткен адамдар. Екінші, мен сату бөлімінен бір сөз айтқанда, менде адамдар өзімнен артылмай жатыр ғой. Сату бөлімінде тек қана мен өзімнің курсымнан өткен адамдар, себебі ол кісілер курстан өтті, ол туралы ақпарат біледі. Ал енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін, ол курстан өтіп неге жаңағыдай сатушы болып жүр деген сияқты да. Әркімнің мақсаты әртүрлі. Мысалы, біреулер осы сіз сияқты командада мен қалғым келеді деп айтқаннан кейін ол кісілерге қандай вариант ұсындым? Бізде сату бөлімінде вакансия бар. Егер ол кісі копирайтингті жақсы меңгерсе, айттым ғой, ол мықты сатушы бола алады біріншіден. Екіншіден, ол сол саланы толық біледі, демек ол табыс таба алады. Сондықтан ол екінші сату бөлімі. Үшінші команда менде өзімде кәдімгідей рекламаларды жазатын, одан кейін курстардың рекламасын жазатын, арасында қосылып бірге жазамыз, осындай сайттарды бірге жасайтын үшінші команда менде. Ал менде қазір телеграмды қосымша жүргізетін қыздар, инстаграмды жүргізетін курста барлық қыздарда менің өзімнің жеке курсымнан өткен қыздар. Сондықтан менде блогерствоға курс жоқ, мен әлі өзімді ондай санамаймын. Менде тек қана контент бойынша, Так, мына жерде жаңа сұрақ болып еді ғой. Так. Марафон бағдарламасы туралы. Жалпы мен өзім, енді қараңыздар, менде мынандай марафонды қалай ұйымдастырамыз? Мысалы, мен түрлі осылай марафондар, тегін курстар өткізіп келе жаттым ғой. Енді қараңыздар, менде мынандай оқиға болды да. Мен бұрын не беретінмін деп білмейтінмін. Қазір менде ойым мынандай нәрсе. Ең бірінші мен аудиторияға бөліп алам. Менің аудиторияларым кімдер? Сіздер өзіңіздің салаңызда үйрететін нәрсеңізде, то есть мысалға сіз қаржыны дұрыс басқаруды білесіз, дұрыс па? Қаржыдан сауаттылығыңыз бар, экономистсіз, бухгалтерсіз, осындай сізде, Енді сіз осы нәрселерді білесіз. Сіздің енді осы сала кімге керек? Осыған байланысты кімде қандай проблема бар? Осылардың барлығын сіздер тізіп алып жазасыздар. Ең бірінші жаңа марафон ұйымдастыратын кісілер. Бұл менің жеке тәжірибем. Дұрыс қой. Жазып аласыздар, кімде қандай проблемалар көп. Солардың ішінен ең көп кездеседі-ау деген, жаңағы ең көп адамның көпшілігінде осы проблема деп, соны қайсын санайсыздар, сол
заттарды таңдап ішінен аласыздар. Біреулерге ең бірінші өзінің қаржысын қалай жұмсауды білмейді, біреулер өзінің ақшаны қалай дұрыс ұстауды білмейді, дұрыс қой. Кейбіреулер жаңағыдай үйдің бюджетін қалай жасалатынын білмейді. Біреулердің екінші бөлігі бар, ол кәсіпкерлер. Мысалға енді сізге айтайын, сіз жаңағыдай қаржы маманысыз, енді сіз осындай марафон өткізейін деп жатырсыз, бірақ сіз рекламаны былай жіберсеңіз, қараңызшы, сен үйдегі бюджетті, кәсіптегі бюджетті үйрену үшін тағы не бар, осындай заттарды, ИП-ның отчеттарын қалай дұрыс тапсыру керек деп бүткіл проблеманы бір жерге қосып тастасаңыз, сіздің аудиторияңыз шашырап кетеді. Ол кезде уже мен айтамын ғой қарапайым тілде, бәріне біз бірдей каша беріп жатырмыз деп, дәл сондай болып кетеді. Сондықтан сіздерге айтамын, осындай қарапайым нәрсені өзін аудиторияға бөлу керек. Мысалға біз жаңа қаржы туралы айттық, сол жерде уже біздің аудиториямыз екіге бөлініп кетті, дұрыс па? Ол қалай кетті? Біріншісі бірінші аудиториямыз бізде қарапайым үйде отырған домохозяйкалар болуы мүмкін, дұрыс қой. Жаңағы үйдегі қаржыны қалай басқару керек, енді әйел адамдар ғой, көбінесе продуктіге шыққан кезде, киім алған кезде осындай ақшаларды дұрыс басқара алмайды, иә. Ол біріншісі. Екіншісі кәсіпкерлерге жаңағы ИП-ның отчетін дұрыс тапсыру, бюджетті, айлық бюджетті жасау, ОДР, БДР, ПДД деген сияқты өзінің түсініктері бар бухгалтерияда. Осындай отчеттарды, осындай пландарды жасау, ол уже бөлек кетті, көрдіңіздер, иә. Дәл сондай сіздер өздеріңіздің өткізетін марафондарыңызда да аудиторияны нақты белгілеп алсаңыздар, уже екіге бөлінді аудитория. Демек, біз екі аудиторияға жеке реклама жасаймыз. Осы аудиторияға бөлек реклама жасаймыз, сонда бізге дайын аудитория келеді, жақсы ма? Мен жарнама жасап жүргем жоқ, елдер естіп келеді, қосымша жарнама беріп көргім келеді. Ол міндетті түрде. Енді қараңыздар, әрине сарафанный радио дұрыс, бірақ сарафанный радио ол өте ең мықты реклама, ол риза болған клиент. Әрине ол жақсы, бірақ адамда бізде көбіміз андайда, мен жаңа сіздің айтып отырғаныңыз өте дұрыс, бірақ кейбір адамдарда менің адамдарым сарафанный келу керек дейді да. Енді мынандай қараңыздаршы, бір риза болған клиент ол 5 клиент алып келеді. Әрине керемет. Смотря 5 клиент ол қай уақытта келеді деген сөз. Мысалға сіз ворота жасадыңыз да, воротаңыз жасап қойдыңыз. Кейбір жұмыстарда созылады, 1,5 айға созылады. Сонда сіз 1,5 айда бір клиентті риза қылып біттіңіз. Мысалға айтып жатырмын. Сырттан реклама келген жоқ сізге, қосымша басқа цехтарды арендовать етіп жатқан жоқсыз деген сияқты ғой. Сондықтан енді менің айтқым келгені мынандай нәрсе, енді түсінбейтін нәрсе. Сонда сізде 1,5 айда сізді 5-ақ адам тану керек па сонда? Ондай емес, ондай түсінікті алып тастаңыздар. Сарафанный радио қай уақытта болады? Сіз кәсібіңізді бастадыңыз, кемінде 2-3 жыл максимум рекламамен клиенттердің бәрі нарықтың хотя бы 2-3% алған кезде уже сізде сарафанный радио сол уақытта мықты рөлінеді. Ол әрине сіздер рекламаны одан кейін мүлде тоқтатып тастаңыздар деген емес, адамдарға жаңадан көзге түсе беру керек. Клиент болып кел, маған қатыс, менде оқы, немесе менен сатып ал деп тікелей реклама жасамасаңыздар да, сіздер таргетта болсын, қосымша рекламаларды, то есть сіздер осы нарықта бар екендеріңізді білдіру үшін, адамның көзіне түсу үшін осындай рекламаларды қосымша жібере бересіздер. Жақсы ма? Мен бастыда оқып жатырмын, маған қатты ұнайды, қаншама заказ түсіп жатыр. Бүгін Instagram сабағынан үйренгенімді істедім дейді. Супер, керемет. Сатылым тексін тексеріп бересіз ба? Әрине. Қалай достар, бүгінгі сабақ ұнады ма сіздерге? Бүгінгі сабақ пайдалы болды ма? Керемет. Жалпы осындай тегін сабақтардан нәтиже шығарған кісілерге мен шынымен риза боламын да. Ол кісілерде екі-ақ жағдайда жаңағыдай не болады? Екі-ақ жағдайда нәтиже болады. Біріншісі, ол кісілер қатты соны қалап қажет еткен кезде, то есть душеда оның ақшасы жоқ уже қатысатын. Кейбір адамдарда сондай жағдай болған кезде, екіншісі уже ода клиент жоқ, оның ақшасы бар болуы мүмкін, бірақ рекламаны, то есть тегін сабаққа қатысып жатыр, бірақ уже ода мүлде клиент жоқ, не істерін білмеген кезде ғой. Осы екі жағдайда адамдар тегін сабақтарды көреді негізі. Көп жағдайда. Сондықтан ризамын сізге, керемет. Солай, сұрақтарыңыз болды ма? Жаңа марафонның темасын тағы да соңына дейін айтып кете салайын. Енді ол жерде
даже вебинарлар болады, инфобизнестің адамдар болатын болса, вебинар, яғни сіздер адамдарды бір топпен жинап аласыздар ғой. Вебинардың өзінің екі түрі болады. Живой вебинар болады, одан кейін автовебинар деген екі вебинардың түрі болады. Ол жерде сіздердің көп жағдайда көріп жүрген кейбір вебинарларыңыз кешкі сағат 8-де басталады деген вебинарлар, олар мынандай нәрсе да, ондай вебинарлар жазылып қойған вебинарлар, сіздерге автоматты түрде көрсетіп тұрады оны. Егер кімде инфобизнес болады, осы нәрсені таңдаңыздар. Яғни сіздерде күн сайын отырып живой адамдарға өткізе беру, ол бір жағынан кейде уақытыңыз болмауы мүмкін, кейде шынымен шаршауыңыз мүмкін деген сияқты, кейде техникалық ақау болуы мүмкін. Сондықтан осындай нәрсені, ал живой вебинарлар қай уақыттарда болады? Ол живой, жаңағыдай сіз үлкен бір потокты бітіресіз ғой, мысалға тегін сабақтарды бітірдіңіз, адамдарды оқыттыңыз тегін, содан кейін уже адамдардың қосымша сұрақтарына жауап беру үшін осындай тегін вебинарларды сіздер ұйымдастырасыздар. Тегін вебинарлар болады. То есть живой дегенім ғой, ол жерде адаммен тікелей сіздер байланысып отырасыздар, сұрақтарына живой жауап бересіздер. Осындай жолдары бар. Бірақ негізі бір тағы да құпияны айтып кетейін. Бұл жерде инфобизнестің адамдарына айтылған. Бұл жерде мынандай нәрсе да, сіздер тегін, то есть вебинардың өзінде сатылым жасауға болады. Вебинардың өзінде, оның өзінің структурасы бар. Қай минутта қандай нәрселерді айтуға болады, қандай нәрселерді айтуға болады, және вебинардың қай минутында сату керек, вебинарда қандай ақпараттар болмау керек, вебинарда қандай ақпараттар болу керек деген осындай сатылым әкелетін вебинарлар деген заттар бар негізі. Жақсы ма? Бір марафонға 3 мың теңге төлегем, еш нәрсе алмадым дейді. Енді қашан кіресіз эфирға? Мен рас ақшам болмады дейді. Айттым осындай екі жағдайда болған кезде ғана адамдар сабақты көреді. Вебинарларда, автовебинардың сайтын есіме түспей тұр, екі неде болады, екі программада жасайды. Біреуі айына 4800 теңге төлейсің жаңағы автовебинарға. Ол автоматты түрде күн сайын өткізіп тұрады. Күн сайын базадан жиналады, күнде 8-де уже автоматты түрде бастайды. То есть сіздің настройкасы өзіңізге байланысты ғой. Бастаға қатысып, қазір мен мына сөзіме скрин жасап алайын, маған негізі осындай пікірлер жинаған ол керек. Бастаға қатысып, бір аптада 5 клиент баста ұжымына рахмет. Нақты қандай сала болды сізде? Жалпы сондай баста деген жоба болып жатыр қазір. Оған да қосымша тіркелуге болады. Сосын айтпақшы, кеше мен эфирда, то есть кеше опрос жасадым ғой, сол жерде мен жазылған сыйлықтарым болады деген. Сол сыйлықтарды кім күтіп жүрген болса, мен кешкісін түнде сіздерге жекелеріңізге жіберемін. Ертең сабақ қай уақытта басталады? Ертең сабақ 19:00-де басталады. 19:00-де басталады. Және сіздерге 18:00-де чатқа қосады, сабаққа доступ береді, солай жұмыстарыңыз басталып кетеді. Сіздің тіркелгеніңізді білем курсқа. Сіз офлайн үйретесіз ба дейді. Мен офлайн үйретпеймін. Мен практика ретінде тек қана алдында мен үш маркетолог болам деген бір жас қыздарды мен өзім қасыма алдым. Ол жерде мен сабақтарымды күнде көреді. Одан кейін ол кісілер күнде практикада жүреді, менде аптасына 3 рет мен қасымда жүріп үйреніп жүрді. Менде офлайн формат деген сол, бірақ курстарды мен офлайн үйретпеймін, маған онлайн әлде қайда тиімді. Офлайн бізде болады, осы жазға жақын болады. Ол жерде не болады? Біз жаңағыдай 2 күндік живой тренинг болады, офлайн форматта. Осы копирайтингқа байланысты, оферға байланысты, бір сөзбен айтқанда воркшоп дейді ғой, воркшоп болады. Рахмет, бақытты бол дейді. Мен күтіп жүрмін дейді. Нені күтіп жүр? Кімнен қалай тіркеледі? Достар, баста деген жоба ол бизнес бастаудың спикерлерімен бірге жасалған жоба. Ол жерде 5 күнде тегін сабақ болады. 5 күн ол жерде SMM бойынша, копирайтинг бойынша, сала таңдау бойынша және чат-бот, осы сияқты OLX бойынша сату өнері бар. Және де осы сабақтарды өтеді. Оған тіркелу үшін және сіздер тупо номерларыңызды жібермеңіздер. Біз қайдан келген, неге қызықты білмей қалуымыз мүмкін. Сондықтан номеріңізді жібергенде біріншіден неге қатысқыңыз келеді, соны жазып жіберіңіздер, жақсы ма? Мен тіркеліп қойған. Қалай тіркеледі? Ал жеке курс болатын болса, ол әрине бізде
профильді сілтеме тұр, соған қарайсыздар, жақсы ма? Офлайн Алматыда болады. Егер бұйыртса карантин осы айдың соңында шынымен бітетін болса, Шымкент қаласында мен кішігірім кездесу өткіземін. Өзімнің курсымда оқып бітірген шәкірттеріммен және де аламан курсында оқыған кісілермен кездесу болады. Офлайн кездесу 2 сағаттық кішігірім мини-тренинг дейді ғой, мини-тренинг болады. Мен осыдан 2 ай бұрын оның презентациясын дайындап қойғанмын, бірақ өкінішке орай мен жолым түспей жүрді, келген уақытта мүмкіндік болмай жүрді. Бірақ егер осы уақытта карантин бітетін болса, міндетті түрде өткетемін. Мен баста күшті дачамды саттым. Бұл кісі қалай 200 мың теңге үстінен таза пайда тапқан болатын, қателеспесем. Курста 6 түрлі сабақ болады. 6 түрлі сабақ, ол жерде бірінші офер жазу, екінші копирайтинг, үшінші call to action, төртінші жаңағы нативная реклама деген. Ол жерде именно Инстаграмда қалай продающий пост жазуға болады. Соны үйретеміз. Одан кейін storytelling деген нәрсе бар. Сіздің өзіңіздің оқиғаңызды жазып, қалай сатылым жасауға болады. Осыны айтамыз. Соңғысы отзыв алу әдісі деген бізде сабақ бар. Негізі 6 сабақ 10 күннен тұрады ғой. 10 күннен әрқайсыңызбен жеке жұмыс жасалады. Ол күшті болды дейді. Өскеменге келіңізші дейді. Шынын айтсам, мен де Өскемен, Семей деген енді білмеймін. Бір жолым түсіп барып қалмасам, ондай план жоқ екен. Бастаға тіркелу үшін маған жекеге баста деп жазып жібере салыңыздар, номерларыңызбен бірге, жақсы ма? Марафон қалай? Арайлым, мен жаңа не жасадым? Айттым, ол туралы планын қалай жасау керек, соны айтқан болатын. 6 түрлі курс, ол бізде 6 сабақтан тұратын курс бізде ертең басталады. Онлайн копирайтингтің ақылы курсы ол. Марафон. Любой нәрседе воронка деген нәрсе болады ғой. Достар, қаласаңыздар, мен ертең 8-де менде сабағым, өзім жеке сабағым бар, тренерствода, ертең осай алмаймын. Сағат 9-дарда, мөлшермен немесе 10-дарда сатылым сүзгісі воронка туралы сабақ өтейін. Менде аудитория жаңарып жатыр ғой. Сондықтан сатылым сүзгісі деген сабақты өтем. Сұрақтарыңыз болса сол кезде қоясаңыздар болады, Және маған қазір инсайт келіп отырды. Себебі жаңа марафон өткізу, ақылы курстар өткізу, жаңағыдай өздеріңіз айтып отырған тегін тренингтар болсын, даже қарапайым нәрсені, элементарный нәрсені сату үшін де сатылым сүзгісін жасау керекпіз біз. Жақсы ма? Сондықтан ертеңгі сабақ осы воронка сатылым сүзгісі болсын. Сондықтан сіздерге айтам, ертең күтіңіздер, мен уақытын айтам. Мүмкін сол 21 немесе 22:00 болу керек. Мен қазір Шымкенттемін. Өзім Шымкентте келгеніме 1 ай болды. Шымкентте тұрып жатырмын. Жекеге жаза беріңіздер. Бағасы, ол курстың бағасы негізі бізде бүгін түске дейін жеңілдікпен 12.500 болған. Қазір енді 20 мың теңгеге тіркелесіз. Мен аламан оқыдым. Енді сіздің сабағыңызға қатысам ба деп жүрмін. Қандай сабақтар болады? Нақты не айтып тұрсыз, мен соны түсінбедім. Тренерство болатын болса, ол тренерствоның өзінде де графиктар болады. Әртүрлі аптасына 2 рет сабақ болады. Ол жерде YouTube-тан тікелей эфирмен мен сабақ өткізем. Болды ғой тем, Осылай, достар, мен бүгінгі негізгі айтатыным осы. Сұрақтарыңыз болса, дайректқа қойыңыздар. Бірақ мен көп жағдайда дайректқа қойған кезде аудиомен жауап бере салам. Кейде енді соңғы уақытта жауап бермей қалатын күндерім болады. Себебі қазір мен соңғы бір жаңалықтарымен бөлісіп кетейін. Қазір бізде маркетингқа байланысты, енді ол жаңалықты тағы да бөлек айтам ғой. Бөлек не бар? Бөлек сайт жасап жатырмыз. Қазір мықты біз үлкен форматтағы платформа жасап жатырмыз. 3 адамнан тұратын командамыз бар. Ол жерде сондай жасап жатырмыз. Екінші жаңалығым, осы мен негізі жазға өзімнің кітабымды шығарам деп мақсат қойған болатынмын. Соны қазір жазып жатырмын. Неге оған қатты кірістім? Себебі мен өткенде айтқан болатын, көп жағдайда бізде YouTube-ға байланысты, сабақтарымызға байланысты ақпараттар жетпей қалып жатыр адамдарға. Сондықтан кітабымды офлайн форматта пайдаланса деймін адамдар. Екіншісі, осы копирайтинг оферға байланысты ақпараттардың барлығын уже миға сыймай бара жатыр, қалай айтсам екен. То есть көп, сондықтан осының барлығы
барлығын жинақтап мен өзімнің кітабымды жазып жатырмын қазір. Ол жерде неге байланысты болады? Осы рекламаға байланысты, сосын маркетингқа байланысты құралдар қосам ішінде. Үшінші жаңалығым, бізде қазір бизнес бастауда өздеріңіз білесіздер, осы бүгін Сен ТВ деген бізде алғашқы телеканал ашылды. Сол телеканалда маркетинг бойынша сабақтарды маған тапсырды. Сол маркетинг бойынша мен сабақтар жүргізетін болам. Бірақ ол қазір мен оның планын жасап жатырмын. Ол Алматыға барғаннан кейін мені Сен ТВ-ның YouTube каналынан көре аласыздар. Оферімді тексеріп алсам бола ма дейді. Болады. Так, аламан курсында оқып жатқандарға ше жеңілдік бола ма? Я, жеңілдік болады. Сабақ қашан болады? Түсінбедім. Солай достар. Мен өзім жаңалықтарым бәрімен бөлісіп тастадым сіздермен. Жақсы достар, онда сау болыңыздар. Жаңағы бізде теңі марафонға қатысатындарыңыз мен қайталап айтамын, дайректқа жекеге жаза беріңіздер, бірақ номерларыңызды жазған кезде не затқа жазып жатырсыз, соны айтыңыз, жақсы ма? Ертең кешкісін осындай уақытта біз бұйырса кездесеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Так. Менде сақталмай тұр ғой.